Айша анамыздан сахабалар сұрапты, табииндар сұрапты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінезі қандай болған деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінезі Құран болған деп жауап беріпті де, мынау аяттарды оқып берді дейді. Алғашқы Муъминун сүресінің 9-8 аятын оқып береді Айша анамыз. Сөйтіп айтады, пайғамбарымыздың мінезі осындай болған дейді. Міне бауырлар, егер пайғамбарымыз мінезі Құран болды десек, бүкіл Құранның ішін ақтарып табу қиын шығар. Бәлки сөзбе-сөз келгенде қандай болғандығын білгіңіз келсе, пайғамбарымыздың көркем мінезін, міне мына жердегі 8-9 аяттан да ол кісінің қандай болғандығын біліп алуға болады екен.